бауыр өліп ағайын бауыр өліп жатыр. Ағайының көп болса адам тимес, көсеуің болмаса қолың тимес деген бар. Атқа үзеңкіге аяқ салып барайын деп тұрған кезде тосыннан хабар келеді, Нұралы дейтін баласы қыршын кетеді. Сақлақтың баласы. Үзеңкіден аяқ түсіреді. Үзеңкіден аяқты түсіреді. Аллаға сабыр сақтайды. Аллах амал жоқ, бара алмайды. Жаназаға бара алмайды. Уақыт өтеді. 1 жыл өткеннен кейін бостандыққа дейін бауырына барады. Үлкен асқа барады. Барған кезде айтты, дейді. Атаң өлді барлықтан Мұсаның балаларына. Атаң өлді барлықтан, көтердің оны нарлықтан. Жеріме шалғай болған соң келмады сондықтан. Ей, Сәдуа Қасым, Біләл, сендер атамай дедіңдер. Менше, мен ботамай деймін. Менің тойыма Мұсажанның келетін орын еді. Мұсажанның тойына менің Нұралым баратын орын еді. Адам айтқан болмайды. Алланың қалаған бат. Шүкір етіңіз деп айт дейді. Міне. Ғажап қой шіркін. Ғажап қой. Енді атақты Мәшһүр Жүсіп, Мәшһүр айтады. Мәшһүрдің шын аты Адам Жүсіп. Шын аты Адам Жүсіп. Неге Жүсіп? Неге Мәшһүр? Жасында қойылған ат Адам Жүсіп, жұрт кеткеннен Мәшһүр десіп, қолына қағаз алған жақта кетеді қара өлеңге, жерде еспеп өзі айтады. Неге Мәшһүр? Неге Жүсіп? Неге оның аты Батыр емес? Неге оның аты Төлженбек емес? Неге Иман Жүсіп? Неге Иман Жүсіп? Неге Балуан Шолақтың аты Нұрмұхамбет? Абайдың аты неге Ибрахим? Шоқанның аты неге Мұхаммед Қанафия? Енді қара, алаш сияларының барлығының аттары Ахмет Байтұрсынов та, Ілияс та, Сәкен де, Міржақып та, барлығының аттары қараш, бәрі пайғамбардың аттары. Сонда ата-ана қойған кезде 5 тәрбие тәрбиелестен басталады да, балаңа жақсылап қойса, ертең өскен кезде бала намыстанбайды. Сонда олар пайғамбар болсын демейді. Сол пайғамбарлардай иман жүзді, иман жүректі жақсы тәрбиелі өссін деп қойған ырың қойған аттар 100% ғұламалар барлығы ғұлама. Солай ма? Барлығы ғұлама. Не деген тектілік? Қарашы.